Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін қазан жаппай пісіреміз. Қазан жаппайды осылай тезекке пісіреміз. Отты жақтық, қазанымыздың іші кепті. Енді оған тұз қосылған суды себеміз. Неге? Себебі түбі жабысып қалмау үшін. Міне осы 1 сағат бұрын иленді. Бұл нанды біз қалай иледік? Яғни 1 килограмм ұнға дрожжыны суға езіп, тұз қосып, кішкене қойып қоямыз 5 минут. Өйткені дрожжы еру керек. Сонда нанымыз тез пісетін болады. Содан кейін нан ұнның үстіне сәл кішкене 4-5 қасық сұйық май немесе үйде қандай май бар, бір майдың қалдығы, бірдеңкелері қалып жатса, соның бәрін қоса салуға болады. Содан кейін жақсылап орап, 1 сағат тұрады. 1 сағатта ол ашып кетеді. Неге тез ашиды? Себебі барлық ережесі орындалған болса. Міне осылай орамалға орап апарамыз қазан жаппайға. Қазір біз оны қазанға саламыз бұйырса. Қалай саламыз? Міне дәл осы әдіспен салыну керек, сонда бір-біріне жабыспайды. Алыстан әкеле жатқанда қолмен алып келсең, ол созылып, яғни дұрыс жағдайда болмай қалады. Ал осылай жасасаң дұрыс болады. Ортасын міндетті түрде тесеміз, көрсетшеңізші қолмен тескеніңіз. Неге? Өйткені астынан жылу келіп тұру керек. Одан кейін осындай темір жасалу керек. Бұндай темірді жасап алу оп-оңай. Осылай 4 бұрыштан алған темір, оның екі жағына ұстайтын тұтқасын сваркілеп жасап алуға болады. Неше түрлі әдіс бар ғой қазір. Енді бұрынғы чудо печканы елестетіңіздер. Чудо печканың үсті тоққа қызады ғой. Дәл сол сияқты. Осылай қиды. Үстіп үстінен жағамыз. Мынандай өзі инстаграмда хит бар ғой, өздеріңіз жақсы білесіздер қазір интернетте. Тоққа піскен емес, боққа піскен нанды сағындым деп. Сол сияқты ғой міне енді. Боққа піскен нан деген сияқты болып шығып тұр ғой. Осылай пісіреміз. Міне оттың лаулап жанғаны қандай әдемі. Дәл осы жердегі иісті айтсаңызшы, бір әдемі ауылдың иісі шығып тұр. Сіздер де соны сезінсе екен деймін. Керемет міне. Дәл осы иіс адамның бір шабытын оятып жатқан сияқты. Мынаның ішінде, яғни нан пісіп жатыр. Астындағы отты сәл басамыз. Мынау қатты осыдан артық жанбау керек. Себебі асты ерте пісіп кететін болса, ол болмайды. Неғұрлым от үстінде жану керек. Солай емес па, я? Я, астындағы отты үстіне қарай аударуға тырысамыз. Енді сәл піскенше тексеріп тұрамыз. Мынаны қалай ашамыз? Яғни көсеу бар қазір, я? Көсеу қысқышпен ақырын байқап қоямыз. Ашып көрдіңіз бе? Көрдім. Міне енді қазір тағы да толық ашқанда көрсетеміз сіздерге. Өйткені әлі пісе қойған жоқ. Қазір қысқашпен көреміз. Нан әлі тұру керек екен, піспепті. Міне отының жанып жатқан көріп тұрсыздар. Ал астында от өте аз көріп тұрсыздар. Өйткені күйіп кетеді. Үсті бірінші осылай қатты жану керек. Тағы да ашып көреміз. Міне нанымыз піскен екен. Енді ақырындап қазір астының піскен-піспегенін көреміз. Анау немен етесіз бе? Астын көреміз, өйткені астын ақырын жақты. Міне асты да піскен екен. Міне ұстап тұрыңызшы осылай. Қазан жаппай деген осылай піседі. Өте дәмді болады. Қазір майды жағып, клейді жағып жейміз.
самаурынға ағаш салу керек. Енді осы от тағы да нан салу үшін тағы да ауыстырамыз. Ол оттың көп мөлшерде босқа қалмау үшін самаурынға салып, ары қарай бұл бір жаққан отынды бірнеше рет пайдалануға болады. Осылай міне бір-екеу салып жіберсе, бұл осындай бағана үйдегі ойнап жүрген балаларға ағаш жардырдық. Енді осыны бүйтіп ақырын салып, ортасында бір жағынан осы шайды де жасай береміз. Жалпы қи мен тезектің айырмашылығы неде? Мысалы қиды таптап қатты қызуы қатты ғой қидың. А тезек жамба отын ретінде етеміз ғой, тез жанады, шоғы көп жатпайды, тез бітіп қалады. Оны қалай айырамыз? Енді белгілі ғой, сиырдікі қой, неде анау қойдікі қи екен. Айтыңызшы. Мынау жанба отын ретінде сиырдың тезегі. Ал қи деген қыстай қойдың несін ойып шығаратын қи ол. Яғни қи мен тезектің айырмашылығын сіздер түсіндіңіздер деген ойдамын. Жоқ, Мін қазан жаппай, екінші қазан жаппайды да пісіріп алдық. Дәл сол әдіспен мін асты осылай пісті. Ас болсын.